Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен пайдалы қазба кен орындарын іздеу және барлау пәнінен зертханалық жұмыс номер 1-ді өтеміз. Зертханалық жұмыстың тақырыбы кен денелерінің жатыс элементтерін анықтау және геометризациялау. Пайдалы қазба кен орындарының тобын зерттеу және олардың зерттелу дәрежесі бойынша анықтау. Өткен дәрісте біз сіздермен пайдалы қазба кен орындарының дәрежесі бойынша, күрделілік дәрежесі бойынша топтарға бөлінуі туралы ақпаратты алғанбыз. Сол ақпарат бойынша қандай геологиялық факторларға байланысы, геологиялық құрылыстың күрделілігі бойынша қандай топтарға бөлінуі туралы осы зертханалық жұмыстарды қарастыратын боламыз. Негізгі дәрісте айтылып кеткендей 4 топқа бөлінеді. Геологиялық құрылыстың күрделілігі бойынша, кен денелерінің өлшемі бойынша, кен денелерінің орналасу шарттары бойынша, кен денелерінің морфологиясының өзгергіштігі, пайдалы қазбаның сапалық сипаттамаларының өзгергіштігі, кеннің пайдалы компоненттерінің бөлінуі бойынша. Осы факторларға байланысты пайдалы қазба кен орындарының топтық категориясы бөлінеді де, соған байланысты болып қор санаты есептеледі. Сіздердің назарларыңызға әрбір студентке өз нұсқасы бойынша кен орны беріледі. Сіздер сол кен орнын қандай топқа жататын туралы анықтап, дұрыс қандай қор категориясын есептеу керектігін шешім қабылдайсыздар. Ол бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырма бойынша сіздер кен денелерінің және тау жыныстарының жатыс элементтерін анықтау және геометризациялауды жасауды үйренесіздер. Оның біріншіден біз практикада, егер далада жүрген кезде тау жыныстарының жатыс элементтерін компас бойынша, тау-кен құбылнамасы бойынша анықтайтын боламыз. Сіздер оны қалай анықтайтын екенін білесіздер. Ал бүгінгі зертханалық жұмыста өтетініміз ол компассыз картада жатыс элементтерінің көрсетуі бойынша осы құлаубұрыштарын, жатыс элементтерін қалай табуға болатын бірнеше әдісін зерттеп, соны анықтайтын боласыздар. Бірінші зертханалық жұмыста осы орналасу элементтерін 3 нүкте бойынша қабаттың бетіне шығуын анықтау. Осы суретте көрсетілгендей барлық нұсқа, барлық тапсырма әдістемелік нұсқауда жақсы көрсетілген, айтылған қалай оны табу керек. Екінші әдісі ол ұңғымалар бойынша қабаттың жатыс элементтерін анықтау. Оны да жақсылап жазып анықтап бергенбіз біз сізге, суретін көрсетіп. Үшінші қабаттың екі қисық тілікте көрінетін құлдырау бойынша жату элементтерін анықтау, қалай жүргізу керек оны, соны да сол бойынша да жасайсыздар. Және геологиялық картада кепілдіктің көмегімен қабаттың жатыс элементтерін анықтау. Осы 4 әдіс бойынша сіздерге берілетін нұсқаулар бойынша әрбір баланың нұсқауы универ платформасында жазылған, әрбір балаға нұсқау бөлінген. Сол нұсқауға қарап, осы әдістемелік нұсқаудың көмегімен осы есептерді шығаруды ұсынамыз. Сабақтың жалпы сағаты 4 сағат. 4 сағаттың ішінде, 2 зертханалық жұмыстың ішінде осы зертханалық жұмыстарды орындап, маған тапсыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болайық.